Даналық әлде қайда құнды асыл тастан. Қандай бақытты даналықты тапқан адам, ақыл парасатты емденген әрбір жан. Өйткені оған қол жеткізу күмістен құнды, алтыннан жоғары оның берер пайдасы. Даналық әлде қайда құнды асыл тастан. Құмартқан ешбір нәрсең тең келмес оған. Ол саған берер ұзақ ғұмыр оң қолында, әрі байлық пен қадір құрмет сол қолында. Даналық ұнамды жолдармен жүргізер, соқпақтары адамды тыныштыққа жеткізер. Ие болғанға даналық шын өмірдің ағашы, оны мұқтап ұстанған әркім қандай бақытты. Жердің негізін жаратқан ие салды даналықпен, аспанды мықтап орнатты ақыл парасатпен. Оның даналығымен терең көздер ашылды, аспандағы бұлттардан жауын жауа бастады. Ей, балам, мыналарды назарыңнан тайдырма. Дұрыс ой мен естілікті сақтап жүр әр уақытта. Олар шынайы өмірге жаныңды кеңелтер, мойынға таққан моншақтай сені көркейтер. Сонда өмір жолыңда алаңсыз жүрерсің, аяғың тайып, сүрініп те кетпессің. Төсекте жатқанда ешқандай қамықпассың, қауіпті уайымдамай жайлы ұйықтарсың. Кенеттен келер апаттан қорықпассың, зұлымдардың кереуінен қаймықпассың. Өйткені жаратқан ие сүйенішің болар, жүрген өмір жолыңда сені тордан сақтар. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар.